Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, ағайындар, бүгін сіздерменен мына бір керемет оқиғамен бөліскім келіп отыр. Әрине бұл оқиғадан өте үлкен бір ғибрат, үлгі, әсер аларсыздар деген үміттемін. Бұл оқиғаны жас бір жігіт айтып беріп отыр. Жалпы күндердің бір күнінде бұл жігіттің анасы қатты бір ауруға шалдығады. Сол ауруға шалдыққаннан кейін бұл кісіні ауруханаға жатқызады, күннен күнге жағдайы нашарлайды, сөйтіп комаға түседі. Одан кейін бұл кісіні жан сақтау бөлмесіне ауыстырады екен. Сол жерде жатады, күннен күнге жағдайы тағы да нашарлай береді. Сөйтіп бұл әйелдің туған туысқандары жаңағы жігітке былай деп айтады: анаң бүгін болмаса ертең кетіп қалуы мүмкін. Біз бәріне дайын болу керекпіз. Сол себепті сен барып осындай бір жерден керек жарақтарды алып кел деп жігітті жұмсайды. Жігіт жолға шығады, көлігіне отырып, заттардың бәрін алады. Көлігімен қайтып келе жатқан кезде заправкаға кіруді ұйғарады. Сөйтіп заправкаға кіреді, көлігіне бензин толтырып жатқан кезде, яғни жанармай құйып жатқан кезде, жігіт жерге отырып уайымға кіріп кетеді, анасын ойлап. Анамның жағдайы не болады екен, анам қайтып кетсе не болады екен деп қатты бір уайымға беріліп кетеді. Bir кезде жанына қараса, алыс емес бір жерде бір қорап жатады, коробка. Соның ішінде бірнеше мысықтың балалары жатады. Ана жігіт жанына келіп қараса, жана кішкентай мысықтар жалғыз жатады, аналары жоқ, бірнеше мысық екен. Мысықтарға қарап отырып, жігіт тағы да бір уайымға кіріп кетеді. Мынаны қарашы, ертең мен де мыналардың халіне түсейін деп тұрмын ғой. Мыналардың анасы жоқ, менің анам ертең өліп кетсе не болады екен деп, жігіт тағы да уайымға кіріп кетеді. Жанына қараса тағы да шағын бір дүкен болады екен. Шағын маркет дейміз ғой. Соның ішіне кіріп, мысыққа керек тамақтарды алып, мысықтарды жақсылап тойдырып, содан кейін көлігіне отырып, қайтадан жаңағы ауруханаға келген екен. Ауруханаға келіп, анасының жатқан бөлмесіне, яғни жан сақтау бөлмесіне кіріп қараса, анасы төсектің үстінде жоқ екен. Жігіт қолындағы заттардың бәрін жерге түсіріп алып, сасқалақтап, қатты қорқып, дірілдеп, уайымдап, жылап жіберген екен қатты. Анам қайда менің? Анам өліп кетті ма не? Мен не оның өліміне де үлгермей қалдың ба не дегендей сондай бір дауыстар шығарып, қатты айғайлап, аурухананың ішінде шу шығара бастайды. Бір кезде медбикелер жанына жетіп келіп: уайымдамаңыз, сіздің анаңыздың жағдайы жақсы, анаңыз комадан шықты, ол кісіні басқа палатаға ауыстырдық деп жігітті ертіп алып кеткен екен. Жігіт анасын көре салып, құшақтап, анасын сүйіп, көздерінен сүйіп, қолдарынан сүйіп, анашым деп жаңағындай өзінің қуанышты сезімін білдіріп жатады. Bir кезде анасы былай деп айтады: балам, саған бір қызық оқиға айтайын ба дейді. Жаңа мен есімді жимай жатқан кезде, есімді жияр алдында дейді, бір түс көрдім дейді. Өте бір қызық түс көрдім дейді. Бала айтады: я анашым, айтыңыз, қандай түс көрдіңіз деп құлақ салып тыңдайды. Сөйтсе анасы былай деп айтады: есімді жияр алдында қарасам дейді, айдалада жүр екем, қасымда, жан жағымда кішкентай мысықтар жүр дейді. Алладан сол мысықтар мен үшін дұға сұрап жатыр екен дейді. Сөйтіп дұға сұрап жатқан кезде мен оянып кеттім, комадан шықтым. Көрдіңіздер ма? Субханалла, Аллаху акбар. Садақа қалай тез әсер етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте не деп айтты? Расында кім Алланың разылығы үшін садақа беретін болса, оны сол садақа берген үшін мына өмірде алдында күтіп тұрған қандай да бір жаманшылық болса, қандай да бір аурулардың түрі болатын болса, соның бәрі Алланың қалауымен жоқ болып кетеді деді. Яғни бұл адамға ол тимей өтеді деді. Аллаху тағала баршамызға Алланың разылығы үшін садақа беруді нәсіп етсін. Садақаны жиі беруші құлдарының қатарынан қылсын. Осыған байланысты осы хадисті мен жиі айтамын. Басқа да видео түсірген кезде сол жерлерде де садақа жайында осы хадисті жиі айтып жүремін. Ертең қияметте Аллаху тағала өзінің разылығы үшін садақа берген құлын ерекше бір мәртебемен өзінің алдына шақыртып: ей пәленше, есіңде ма, сен мен үшін менің разылығымды іздеп садақа берген болатынсың өмірде дейді. Ал бүгін мен сенің денеңді тозаққа харам етемін, жәннатқа қалаған есігіңнен кір деп әлгі құлын сондай бір керемет мәртебеге иелендіреді екен қиямет күні. Аллаху тағала баршамызға сондай мәртебеге ие болу нәсіп етсін. Садақа берген кезде садақаны ең бірінші сол Алланың разылығы үшін деген ниетпен беруді баршамызға нәсіп етсін. Баршамыздың біліп білмей істеген күнәларымызды кешірсін.
тозақтың отынан, қабірдің азабынан сақтасын. Аллахқа аманатсыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.